Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Асем. Біз бүгін өте дәмді, жұмсақ, жіті нан жасайтын боламыз. Керек заттың құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Менің каналыма тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Жылы сүтіміздің үстіне ашыткымызды, тұз, шекерімізді саламыз және 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Біркелкі болып араласқаннан кейін оның үстіне жаймендеп ұнымызды салып, қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін барлық ұнымызды қосып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, біркелкі болғанша жақсылап тағы да илейміз. Қамырымыз осындай қолға жапсатын, жұмсақ болып шығады. Одан еш қорықпаңыздар. Осы қамырымызды енді біз бөлме температурасына 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін біздің қамырымыз осындай әдемі болып көтерілді. Осы қамырымызды енді біз бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Қамырымыздың астына кішкене сұйық майды құйып, қамырымызды осы жерге түсіретін боламыз. Осы жерде біз 600 граммнан бастап 50 граммға дейін қамырларымызды бөліп шығамыз. Нандарымызды біз енді дөңгелек пішінге келтіріп шығатын боламыз. Менде 25 диаметрлік көлемде болды. Осы нанымызды 2-3 диаметрге қысқартып, барлығын жайып шығатын боламыз. Осы жайып болғаннан кейін біз 10 минутқа бөлме температурасында нанымызды көтерілгенге дейін қалдыратын боламыз. Нанымыздың арасын осылай вилканың көмегімен жақсылап жасап шығатын боламыз. Егер сізде узор салғыш болатын болса, соның көмегімен жасасаңыздар да болады. Шет-шеттерін осылай асты жағынан қыстырып, нанымызды әсемдейтін боламыз. Нанымыздың үстіне жұмыртқасын жағамыз, оның үстіне күнжут немесе мак себетін боламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутта нандарымыздың барлығын пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді нандардың бірі, нан 9-ға қоссаңыздар да өте әдемі нандардың түрі болып саналады. Егер сізге видео ұнаған болса, маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Асем. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.